Тыңдармандарым, махаббат ертегісі 56-57-58 бөлімдері. Севда Ферманның миын ашып жатыр. Күршет ауруханада. Сол кезде палатасына Гүлюзар кіріп келді. Оны көрген Күршеттің күліп, мәз-мейрам болып қалды. Жағдайыңызды білейін деп келіп едім, деді Гүлюзар. Махир Жанфизаға дүкен ашып беріп жатыр. Сен риза болсаң бол, жаным. Қалған барлығын өзім жасайым, деді Махир. Гүлюзар мен Күршет сөйлесіп жатқан кезде Рашид кіріп келді. Алла жеңілдігін берсін, деді. Сол кезде Гүлюзар: рахмет, мен кетіп бара жатырмын. Сау болыңыздар, деді. Рашид: жоқ, күте тұрыңыз, мен қазір кетемін, деді. Ал Сүрия болса Махирге: мені қарттар үйіне өткіз. Мен ол үйге барғым келмейді. Жанфизаны көргім келмейді. Ол қылмыскердің қызы, деді. Құдай-ау, апа, мен сені қалай өткізем қарттар үйіне, деді. Хавуш пен Күршет қатты не істерлерін білмей отыр. Махирге бер, деді Күршет. Әлде Жанфиза ханымға бере сал, деді. Рашид Күршетке: сен өлмедің ғой, тауарларды не істедің, деді. Сен артыма адам салған соң жасырын қауіпсіз жерге тығып қойдың, деді. Жарайсың, деді. Джейла Жанфизаға келіп: маған киім бересің бе? Бір досыммен кездесуге баратын ем, деді. Сәліммен кездесуге барасың ба, деді. Қайдағыны айтпашы, деді. Үстіндегі менің киімім ғой, деді Жанфиза. Джейла: рахмет, киіміңе керек емес, деді де бөлмесіне барып ашуланып киімдерді жыртып тастады. Сәлім болса Джейлаға сөз салам деп алтын алқа, яғни бриллиант алып жатыр. Жанфиза асханадағы қыздарға келіп: түшпара тиюді үйретіңдерші, қыздар, деді. Афет ханым бөлмесінен шықты. Сол кезде: Гүлюзарға қайда барып келдің? Боянып, сыланып, деді. Сүрияға ауруханаға барып келдім, апа, деді. Осылай боянып па, деді. Сараны көрген Мавиш: Сара, сен қайда бармақшысың, деді. Үйде етік киіп алған ес, деді. Кездесуге барам, Мавиша, деді. Әфсане болса бақыттан бас айналып жүр. Ферманға 2 мел беріп, оны температурасын көтертті. Температурасы көтерілген Ферман Феликтің құдалығына бармай қалды. Жанфиза Махирмен оңаша қалам деп әдемленді. Оған Қабош келіп: мына хат Сүрия ханымды ауруханаға түсірді. Бұл хатты Афет ханым жазды. Сізде болғанын қаладым, деді. Сол кезде Жанфиза Махирге барлығын айтты. Апаң мені көргісі келмейді. Неге сен соны маған түсіндіріп айтпадың, деді Жанфиза Махирге. Сара Салих шақырғаны мейрамханаға барды. Мейрамхана алдындағы қыз Сараны мейрамханаға кіргізбей тұр. Сіздің үстіңіздегі көйлегіңіз бұл мейрамханаға сай келмейді, деді. Сол кезде Салих шығып: Сара, деді, мен кеткелі жатырмын, деп Сара артына қарамай кете барды. Сол кезде Сара таксиге отырайын деп жатқан кезде Салих: мен сені ұнатамын, деді Сараға. Әфсане мен Ферман моншада ешкім жоқ деп сауық сайран салып мәз-мейрам болып отыр. Джейла болса үйде оңаша қалдым деп ол да асханада отыр. Сол кезде оған Сәлім: келіп тұрмын, шық, деп хабарлама жазды. Ол хабарламаға да қарамады. Сәлім болса Елмаздардың есігінің алдына келіп тұр. Махир мен Жанфиза оңаша қалып, бей-билеп сүйісіп жатыр. Ал Ферман болса екеуі мәз-мейрам болып билеп оларды. Сол кезде өлеңнің даусын қатты қойған Ферман оны естіген: Джейла үйде ешкім жоқ еді ғой, деді. Сол кезде Сәлім үйге кіріп келді. Оны көрген Джейла ауыз ашылып: сен мұнда не ағып жүрсің? Үйден шық, деді.
Жанфиза болса Махирдің берген киімін киіп мәз. Сол кезде барлығы үйге Асаф төрелер, Афет ханым, үй қызметкерлері барлығы келді. Сол кезде Хуршит үйдегі күзетшілердің ешқайсысы жоқ қой деді. Бір жерге кеткен болар деді. Сонда да біреу тұру керек қой деді. Сәлімге Джейла кет үйден шық деді. Сен мені ақымақ қылмақшысың ба? Кет үйден деді. Сол кезде Сәлім Джейлаға сөз салды. Сөз салып жатқан кезде Афет ханым, Асаф төре барлығы үйге кіріп келіп, не болып жатқанын түсінбеді. Жанфиза да айнаға қарап мәз-мейрам. Севда Ферманды іздеп жүр. Сол кезде бір дауыстың шыққанын Эфсане естіп, Ферман, музыканы пәсит. Үйде бір дыбыс шығып жатыр. Үйдегілер келген сияқты деп екеуі шошынып жатыр. Сәлімді сыртқа шығарып жатты. Оны көрген Махир ашуланып, тапаншасын ала жүгірді. Джейла Сәлім ешкімді өлтірген жоқ, қылмыскердің баласы емес деп Махирдің жанды жеріне тиді. Афет ханым Жанфизаға, үстіңдегі мына киімің не? Ұялмайсың ба, арсыз деді. Ұялатын мен емес, бұл жерде ұялатын сіз. Қатты жазып, Сүрия апамды ауруханаға түсіргенсіз деді. Сол кезде оның барлығын Махир естіп қалды. Әже, оны істеген сен бе деді. Аталарың айтпаңдаршы деді. Сол кезде Асаф төре де ол сөзді естіді. Ферман Севдаға ұсталып қалды. Сен мұнда не істеп отырсың деді. Сол кезде Ферман талып қалды. Асаф төре не болған айтасыңдар ма жоқ па деді Афетке қарап. Мен сенімен ажырасам, біреудің ұясын бұзған адамның өз ұясы болмайды. Мен сенімен ажырасам деді. Сол кезде Хуршит Ферманды көтеріп келе жатыр. Қавош Эфсаненің Ферманнан жүкті екенін естіді. Бұл үйден кетуің керек деді. Мен кете алмайым, Ферманнан жүктімін деді. Махир Жанфизаға келіп, қандай сұлусың, көркемсің деді. Сәлім Джейлаға, сен бұлай менімен қашып кетпеуің керек еді. Үлкендердің батасын алып үйленуім керек еді деді. Қандай бата? Саған үлкендердің батасы керек пе? Махир дұрыс айтқан екен. Сен мені жай ғана пайдаландың. Пайдалану үшін ғана істеп жүрсің мұның деді. Мен сенің олардың қыздар екеніңді кейін білдім дедім ғой деді. Сонда да сен жоспар құрдың деді. Афет ханым Сүрияға келіп, Сүрия, ол қатты мен жаздым. Сендер жаңа жылдық кешке кеткен кезде қатты ашумен соны жазып қойдым. Ол қатты ешқандай Мехмет жазған жоқ. Мен Мехметпен сөйлескен де жоқпын. Барлығы мен істедім деді. Сүрия оны естіп қуанып, енесін құшақтап алды. Оларды көрген Махир түсінбеді. Бұның бәрін Жанфиза білмейді ғой деді. Білмейді деді. Афет Асаф төреге, мен Сүриямен сөйлестім. Кел, кеш болды, шаршадық. Енді ұйықтап дем алайық деді. Бірақ Асаф төре, бұл бөлмеге жатпайым. Басқа жаққа барып жатам деді. Сенің барлықтарыңа істеген істеріңе тойдым деді. Жанфиза мен Махир енді бірге жатайын деп жатқанда есікті тақылдатты. Есікті ашқанда Афет ханым келіп тұр екен. Сендермен сөйлессем бола ма балам деді. Кіріңіз әже деді. Афет Жанфизаға, Жанфиза атаңмен сөйлесесің бе? Маға ренжімегеніңді айтасың ба деді. Мен сізге ренжулімін, қатты ренжулімін. Сыртымнан сонша іс істеп. Махир болса, я, әжемен, атаммен сөйлесем уайымдама деді. Жанфизаға әжесі хабарласып, үйге кел, әкең ауруханадан шықты деді. Бірақ Жанфиза бара алмайтынын айтты. Жанфиза келмеймін деді ме апа деді. Жоқ, келем деді. Ертең болмаса арғы күні келем. Бүгін түкен ашам деді. Әкеме сәлем айтыңыз деп айтты деп алдай салды. Ферман жылап отыр. Севда, оған неге жылайсың деді. Әкем мен анам ажырасайын деп отыр. Мен сонда ажырасқан отбасының баласы болам ба? Деді. Махир атасына хабарласып, мен Джейланың жағдайын білем деді.
ешқандай да Желанның жағдайын білмейсің. Желаны да іздемейсің. Бар да апаңды ауруханадан шығарып ал, деді. Жанфиза бір жігітпен танысты. Сарада оны көрді. Бірақ Махир келіп, басқа адаммен жолығу керек болды. Ал ол кісі Жанфизаның дүкенінің қасындағы дәмхананың бастығы екен. Эфсания Ферманға мен Қабушқа барлығын айттым. Сенен жүктегенімді айтуға амалым қалмады. Бәрін айтып бердім, деді. Сол кезде Сүрия Махирдің Жанфизаға дүкен ашып бергенін естіді. Оны Асап төре бергенін де естігенде Севда ашуланып кетті. Сонда енді келген келіне дүкен ашып береді де, 20 жылдық келіне ештеңе бермей ме? Мен бұның барлығын шешем. Әкеммен сөйлесем. Бұның бәрінің жауабын берсін маған, деп ашумен кетіп бара жатқан кезде Севда бас айналып жерге құлады. Гүлюзар Күршеттің үйіне барып жағдайын сұрады. Жанфизаның дүкен ашқанын Күршеттен естіді. Ал Махир операция жүргізіп жатқан кезде оның қасына Жанфиза көріп қалып, Яшар деген кісіге көмектесіп жатыр. Жанфиза мен Сара дүкен аралап ананы мынаны алып келе жатқан кезде олардың Махирдің тоқаш сатып жатқанын көріп, Жанфиза жанына келді. Сен не істеп тұрсың, деді. Мен операция жүргізіп жатырмын, деді. Фильмнің жалғасы бар. Арнама тіркелеміз.